Армысыздар, құрметті отандастар, сіздермен бірге Түркі Қазақ арнасы, және біз бүгін өте өзекті және өте маңызды бір ақпарат жайлы әңгіме жүргізетін боламыз. Біз соңғы кездері қазақ тарихының бұрмаланғаны жайлы көптеп әңгіме айтып келеміз. Сондай-ақ қазақ жеріндегі қазақ тарихынан дерек беретін кітаптардың алдымен Ресей империясы, одан кейін Кеңес одағы кезінде, көптеген жаугершілік кезінде осы кітаптардың өзге елдерге алып шығып кетіп, жерімізді талан-таражға салғаны баршамызға құпия емес. Солайша тарихымызды көптеген онжылдықтар бойы тарихымызды бұрмалап, еліміздегі білімділерімізді халық жауы етіп қырып салып, солайша елді мәңгүртке айналдырып, тарихты бұрмалап отырды. Бұл сол бір орталыққа бағындырылған идеологиялық саясаттық жүйе болатын. Енді міне қазір осындай қиын қыстау заманда, тарихымыз сондай астан кестеңі шыққан заманда, біз тарихымызды қайта қалпына келтіре аламыз ба деген сұрақ туындауы өте орынды. Біз тарихымыздың ақтаңдақтарын қайта толтыруға мүмкіндігіміз бар ма? Немесе ол шынайы тарихи деректерді беретін ақпараттарды қайдан аламыз? Міне осындай сұрақтар туындауы өте заңды. Ал енді қазіргі таңда, Аллаға шүкір, қазақтың түп тарихын, қазақтың тарихының ақтаңдақтарын қайта қалпына келіп толтыратын бірден бірегей кітаптардың бірі «Алтын дәптер» деген кітаптың бар екені бізге белгілі болып отыр. Бұны ғалымдарымыз қайдан білді және қалай анықтады? Және бұл қандай кітап? Міне енді осыған тоқталайық. Бұл «Алтын дәптер» деген кітап қазіргі таңда Иран елінде, Иран елінің астанасы Тегеран қаласында орналасқан. Бұл кітаптың бар екені жайлы республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше рет айтылған болатын. Және еліміздің ел қайраткерлері осы кітаптың артынан түсіп, ол кітаптың бір көшірмесін елімізге алып келу жайлы да көптеп ақпараттар берген болатын. Яғни бұл жұмыспен айналысып жатқан ел қайраткерлері де жоқ емес. Ал енді ғалымдарымыз бұл кітаптың нақты бар екенін қайдан анықтады, қалай білді? Бұл кітаптың бар екені жайлы Рашидаддин Фазлуллах Хамаданидің «Жамиғ ат-Тауарих» кітабында деректер келген. Енді сол «Жамиғ ат-Тауарих» кітабының 186 бетінде мынадай бір сөздер бар. Сол сөздерден сіздерге келтіре кетейін. Ұлы әмірлер хандардың қазыналарында әрдайым қорғап отырылатын алтын дәфтар, яғни алтын дәптер, дәптерінен оқылды, деп жазып жатыр Рашидаддин Фазлуллах Хамадани Рашидаддин кітабында. Кітапты оқуды жалғастырамыз. Онда анық әрі нақты түрде тайжуыттар Қайду ханның баласы Шарақа Лиқумның тараған деп жазылған. Олардың нашыннан тарағаны жайлы ешқандай сөз жоқ. Онда ол немере бауыры Қайдуды Жалайырдан аман алып қалғаны, онымен бірге Унан өзенінде қоныс тепкені ғана еске алынады. Осы себепті бұл хикаяның мәтіні көбірек дұрыстау деп айтуға болады, деп кітапта баяндалған 186 бет. Бұл Рашидаддиннен алынған, Рашидаддиннің кітабынан алынған үзінді болатын. Енді біз бұл жерде неге мән беруіміз керек, құрметті ағайындар? Міне, осы «Жамиғ ат-Тауарих» кітабының ішінде ұлы әмірлер хандардың қазыналарында әрдайым қорғап отыратын
алтын дәфтар дәптерінен алынды деп айтылып тұр. Демек Рашид ад-Дин өзінің Жамиғат Тауарих кітабында көптеген ақпараттарды осы дәл алтын дәптерден де алған. Алтын дәптерден алып жазып отырған. Бұл алтын дәптер деп аталған тарихи құжаттар жинағының тарихи құпияға толы болуы керек. Бұл кітаптың ішінде құпия және тарихи құпиялар өте көп болуы мүмкін, құрметті ағайындар. Мұның бірінші себебі ол жинақта хандардың құпия бұйрықтары мен құпиялық мағынасына ие құжаттары жинақталған болса керек. Ал екінші себебі, онда Шыңғыс ханның жерленген қорымына қатысты деректер жазылған болуы мүмкін. Мұндай тұжырымға келудің себебі, Рашид ад-Дин осы тақырыпқа қатысты деректерді жазған кезінде, ол қорымның орналасқан аумағын баяндауды барынша күрделендіріп, оны табу мүмкін болмайтындай етіп баяндауға әрекеттенгенін байқаймыз. Яғни Рашид ад-Диннің айтуына қарағанда, бұл тарихи жинақ, алтын дәфтар және басқа да тарихи жазбалар Шыңғыс хан 52 жасқа толғаннан кейін толық билікке ие болған дәуірінен бастап жазыла бастаған тарихи жазбалар жинағы. Онда ұлы билеушінің шығу тегі, өмірбаяны, ұрпақтары және жалпы тарихына қатысты нақты деректер мен мағлұматтар жазылған. Бұл жинақтың атауына қарап, оның Шыңғыс хан Орта Азияға жорықпен келген кезден бастап жазыла бастағанын аңғаруға болады. Өйткені ол дәуірлерде дафтар сөзі тек Орта Азия мен Парсы елдерінде ғана қолдануында болған. Әрі бұл кітап Шыңғыс ханның 5-ші ұрпағы Ғазан ханның қолында, яғни Иран жерінде болған. Рашид ад-Дин ондағы жазбаларды мейлінше пайдаланғандығына сілтей отырып, сол кезге дейін оларда жазылған деректердің шынайы мән-жайын ешкім білмегенін, ешкім тексере алмағанын және оны ұлы әмірлер хандардың қазыналарында әрдайым қорғап сақтап келгендігін айтқан. Осы тұста мынадай сұрақ туындауы заңдылық. Егер алтын дәптерде Шыңғыс ханның өмірбаяны, шығу тегі, ұрпақтары және жалпы тарихына қатысты деректер жазылған болса, не себептен Ғазан хан Рашид ад-Динге Жамиғат Тауарих кітабын жазуды бұйырды? Неге оның орнына алтын дәптердің өзін кітап етіп шығара салмады? Және неліктен оны ұлы әмірлер әрдайым қорғап, басқалардың назарынан алыста сақтап отырды деген сұрақ туындауы заңдылық, құрметті ағайындар. Бұл сұраққа бір ғана жауап болуы мүмкін. Яғни алтын дәптер жазбаларында Шыңғыс ханның жерленген жері және онымен бірге қандай байлықтар қоса көмілгені жайлы деректер егжей-тегжейлі жазылған болуы мүмкін. Сөйтіп, егер ол деректерден бөгде адамдар хабардар болса, бір кездері оның қорымын тауып талан-таражға ұшырататыны Шыңғыс ханның өзі де және ұрпақтары да қауіптенген. Сондықтан ол жазбаларды әсіресе Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары жерленген қорымдар туралы деректерді аса қатаң құпия түрде сақтап, қорғап отырған. Сол себепті осы алтын дәптердің кейбіреулер айтып жүргеніндей, оның көптеген көшірмелері бар деген сияқты ақпараттар шындыққа жанаспайды. Егер расында шынымен де алтын дәптерден көшірмелер жасалынып, басқа көшірмелері болғанда, Шыңғыс ханның қорығы немесе Шыңғыс ханның жерленген жері осы күнге дейін анық табылып алынған болатын еді, құрметті ағайындар. Сол себепті де Рашид ад-Дин өзінің басқа да еңбектерінде Шыңғыс ханның қорығына байланысты ешқандай ақпаратты ашық айтпаған.